Ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірменді көрермен қауым. Бүгін сіздермен біз ерекше бір айтулы оқиғаның куәсі болғалы тұрмыз. Өнер мен егіз жүрегім атты шығармашылық кешпен сіздердің алдарыңызға белгілі өнер майталманы, композитор Дарын Шаяхметовтың шығармашылық кеші болғалы тұр. Кештің басында Дарынның өмір жолы туралы, өнер жолы туралы қысқаша айта кетуді жөн көрдім. Дарын Сәбитханұлы Шаяхметов Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Науалы ауылында дүниеге келген. 2004 жылы Қанабек Байсейітов атындағы Талдықорған музыка колледжіне түсіп, 2008 жылы қазақ халық аспаптарының бас қобыз мамандығы бойынша бітірген. 2015 жылы қараша айында Дарын Шаяхметов еңбек жолын жедел басқару құқығындағы Үржар аудандық мәдениет үйінен артист ретінде бастады. 2015 жылы Қазақстан Республикасының мәдениет және өнер қызметкерлерінің мерекелік күніне орай ұйымдастырылған байқауда үміт аталыммен алғаш рет марапатталған. Сол кезде Дарын біздің үмітімізді ақтап, өзінің дарыны мен талантымен танылып, бүгінгі таңда ауданның беткестар музыканттарының біріне айналды. 2016 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай тәуелсіздік тойына тарту атты аудан әкімінің жүлдесіне жарияланған патриоттық ән байқауында Дарынның Қазақстан әні бас жүлдені алған еді. 2017 жылдары өткен жыл қорытындысы бойынша үздік мәдениет қызметкері аталымына ие болып, аудан әкімінің дипломымен марапатталған. 2017 жылы Дарын Өскемен қаласында өткен республикалық «Мен қазақпын» мега жобасына қатысып қайтты. Дипломант атанды. 2017 жылы ауданымызда республика көлемінде Әсет Найманбайұлының 150 жылдығына арналған үлкен шара өтті. Сол шараға арнайы шығарылған Дарынның Әсет баба әні сөзін Серікбек Туғанов жазған еді. Көрермендердің, қонақтардың көңілінен шығып, кең танымал болды. 2018 жылдан бастап Дарын Үржар аудандық мәдениет үйінің көңіл толқыны халық аспаптар оркестрінің жетекшісі болып ауыстырылды. 2018 жылы жыл қорытындысы бойынша мәдениет мақтанышы аталыммен марапатталған еді. 2020 жылы Дарын ауданымыздың намысын қорғап, Қазақстанның халық артисі Мәдениет Ешекеевтің 85 жылдығына орай ұйымдастырылған Шығыстың жез таңдай атты облыстық дәстүрлі ән байқауында екінші орынға ие болды. 2020 жылы баршаңызға белгілі жыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдығымен тығыз байланысты болды. Осыған орай, Абайдың 175 жылдығына орай, Дарын Ерболат Күнболатұлының сөзіне жазылған «Хакім Абай» деген әнді шығарып, Абай Құнанбайұлына 175 жыл мерейтойлық медальмен марапатталды. 2021 жылы «Тұлғалар қайтып барады» атты тамаша әні Қазақстан, Абай
Сіздердің тыңдағандарыңыз бабадан қалған байтағым атты Дарын Шаяхметовтың күйі, орындаған көңіл толқыны халық аспаптар оркестрі. Ассалаумағалейкум. Осы кешке келіп отырған халқым, туысқандарым, көпшілік, үлкен рахмет. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, нұр бітсін, жыр бітсін дегім келеді. Үлкен рахмет айтам. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Ерболат Күнболат ұлы ағамыздың сөзіне жазылған «Бір жарлық қыз» орындайтын Нұрбол Черубаев. Қабыл болыңыздар. Sensiz kökten, köngülsüzlük, sensiz ömür, köngülsüzlük, şağaladay şarpıramın özündüzlük. Ömüdümde özümümeden bir jarlık kız demeyem, köktimde keşigip bir jarlık kız, bir jarlık kız, bir jarlık kız. Jarlık kız demeyem, köktimde keşigip bir jarlık kız, bir jarlık kız, bir jarlık kız. Sağan olsa kılasam, kızgallıktay kolburasam, şığısımdan senin örek şoğlasan. Dal boyundan men tapmadım, en arınadım, jır jatladım, koştasarda kömen qarap, til qatmadan. Ömüdümde özüm emeden, bir jarlık kız demeyem, köktimdey keşigip bir jarlık kız, bir jarlık kız, bir jarlık kız. Ömüdümde özüm emeden, bir jarlık kız demeyem, köktimde keşigip bir jarlık kız, bir jarlık kız, bir jarlık kız. Қошеметтеп отырыңыздар. Ұржардың сұлулары қайда? Ömüdümden zülümeden bir jarlık kız demeyem, köktimde keşigip bir jarlık kız, bir jarlık kız, bir jarlık kız. Ömüdümden zülümeden bir jarlık kız demeyem, köktimde keşigip bir jarlık kız, bir jarlık kız, bir jarlık kız. Дарын Шаяхметов. Ор жарлық қыз әні сөзін жазған Ерболат Күнболатұлы. Қадірменді қауым, қазіргі орындалатын ән Қазағым, елім деп аталады. Сөзін жазған Амантай Оспанов, орындайтын ауданымыздың белгілі әншісі Қайрат Бұланбаев. Мақтаным менен, қазағым менен, шаттыққа толы кең байтақ жерім. Арманым асқақ әлемге жарсап,
Orpaqqa ümet arta bersenin, orpaqqa ümet arta bersenin. Tevilsiz menin Kazağım elim, aydındı şalqar asqar tau belim. Avul men qala, oy men qırdala, kendi kan tamgan kiyeli jerim. Avul men qala, oy men qırdala, kendi kan tamgan kiyeli jerim. Önermem belem almasıp günde, jayqalıp ösken oqsaymız gölge. Arkanda senin Kazağım elem, mereyim tasap kuvanam mülde, mereyim tasap kuvanam mülde. Tevilsiz menin Kazağım elim, aydındı şalqar asqar tau belim. Avul men qala, oy men qırdala, kendi kan tamgan kiyeli jerim. Avul men qala, oy men qırdala, kendi kan tamgan kiyeli jerim. Bezüsün kaşan aspanın aşık, gün sayın şalqıp kuvanam tasa. Sezimge boylap mereke toylap, Kazağım elem körgen жоқ жасып, Kazağım elem körgen жоқ жасып. Tevilsiz menin Kazağım elim, aydındı şalqar asqar tau belim. Avul men qala, oy men qırdala, kendi kan tamgan kiyeli jerim. Avul men qala, oy men qırdala, kendi kan tamgan kiyeli jerim. Ömür senin құшағыңа құлағам. 35 жасым келді, мәртебең асылмеді, мұңдардан жасыр мені жаңа жасым. Бағымды еселегін, кеңейсін көшелерім, жұлдызымды сен бәлкім жағаларсың. Хош келдің жаңа жасым. Артыма қарайладым, қалғандай талай бағым, артыма не қалдырдым мұра болар. Әндерім, өлеңдерім, жазуы көнермегін, болашақ із басарлар, құрабалар. Хош келдің жаңа жасым. Қызығына батырған, талай таңды
жаным сүйген ғашығым, туа сала құшағына құлағам, көремін деп дүниенің асылын. Туа сала құшағына құлағам, көремін деп дүниенің асылын. Өмір сені түсімде де көрем мен, жар құшақтап төсем ылғи өреңнен. Өмір өзің гүл ұстатып қолыма, ажырама деп айтқансың өлеңнен. Сырымды айтсам кеудемдегі жасарым, дархан өмір жаным сүйген ғашығым, туа сала құшағына құлағам, көремін деп дүниенің асылын. Туа сала құшағына құлағам, көремін деп дүниенің асылын. Өмір саған тағы үміліп қарасам, таусылмайды ешқашанда тамаша. Арман бар ма жар сыйлаған өмірдің, қажетіне мен де бір күн жарасам. Сырымды айтсам кеудемдегі жасырын, дархан өмір жаным сүйген ғашығым, туа сала құшағына құлағам, көремін деп дүниенің асылын. Туа сала құшағына құлағам, көремін деп дүниенің асылын. Қадірменді қауым, дарынның белгілі ақындардың өлеңдеріне жазылған бірнеше әндер бар. Ол әннің мәтініне, мазмұнына ерекше мән беретін талғамы жоғары композитор. Әр қазақтың жүрегінен орын алған ауылым әнінің авторы, белгілі ақын Жабайыл Бейсеновтің шығармашылығы да оның шабытына арқау болған. Назарларыңызға Жабайыл Бейсеновтың сөзіне жазылған «Күндер, күндер» атты әнді ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. жатқан зымыран, аялдасаң не тереді бір уақ, асып сасып атқан таңға қараймын, кейде ерте төсегімнен тұрып ап, күндер күндер ағын судай жосылған, қақпа қылғап қақсаңдасқан тосыннан, өрге тартап өмір сүріп келемін, бір күн үшін бақыт
бақытыма қосылған. Өрге тартып өмір сүріп келемін, бір күн үшін бақытыма қосылған. Аттайлар арбалысып ауысып, құртып жатыр ғұмырымды тауысып. Біреулермен кетсем бір күн қоштасып, біреулермен жатам бүгін қауышып. Күндер ағын судай жосылған, қақпа қылғып қақсаң да сан тосыннан. Өрге тартып өмір сүріп келемін, бір күн үшін бақытыма қосылған. Өрге тартып өмір сүріп келемін, бір күн үшін бақытыма қосылған. Сусыған бейне ұсақ құм екен, үміт толы көңілдердің мұң екен. Байғұс адам тірлік қуып тырбанған, шұбатылған күндерінің құл екен. Күндер ағын судай жосылған, қақпа қылғып қақсаң да сан тосаннан. Өрге тартып өмір сүріп келемін, бір күн үшін бақытыма қосылған. Күндер ағын судай жосылған, қақпа қылғып қақсаң да сан тосаннан. Өрге тартып өмір сүріп келемін, бір күн үшін бақытыма қосылған. Өрге тартып өмір сүріп келемін, бір күн үшін бақытыма қосылған. Үлкен рахмет. Әкем мен анам бағым, жан жарым, балам барым, аға мен әпкелерім қуанышым, достарым, қырандарым. Тілегін жұбанғаным, сендерсің менің болған жұбанышым. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз Ардақты ана деп аталады. Сөзін жазған Серікбек Туғанов. Ардақты есім 18 мың ғаламда, шексіз мейір жан жылуы бар онда. Жердің жүзін жеті мәрте айналсам сенен артық, қымбат жанды табам ба, табам ба, табам ба. Жанана нұр сыйлайын көңілімнің көгінен, жыр сыйлайын жүрегімнің төрінен.
парызым жанұяға сыйлаған жан жарасым аңсар әнім шартарапқа тарасын ұл қызыңа тағдыр сыйы деп білем қуанышым құтты болсын анашым жанана нұр сыйлайын көңілімнің көгінен жыр сыйлайын жүрегімнің төрінен қымбат маған алтыннан дәрісін тағзым етсем перзенттік парызым бес күн жалған көрсетпесін қасірет жұрт қуансын ғасыр адам жасы деп ұлық алла көз қуаныш анама жүзге келер қуанышты нәсібет жанана нұр сыйлайын көңілімнің көгінен жыр сыйлайын жүрегімнің төрінен қымбат маған алтыннан дәрісін тағзым етсем перзенттік парызым тағзым етсем перзенттік парызым жанана Бабадан қалған байтағым әкеге сағыныш Нұрғисаға деген күйлері бар. Қазіргі тыңдайтындарыңыз әкеге сағыныш күйі. Орындайтын Дарын Шаяхметов және Данияр Алтынбеков.
әкеге сағыныш күйі. Қадірменді көрермен, Дарынның алғашқы шығармашылық кешіне ізгі тілектерін жолдап жатқан өнер майталмандарының видео құттықтауларын назарларыңызға сұнамыз. Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген артист Майра Ілиясова Дарынның тұлғалар қайтып барады әнінің Республикалық Қазақстан телеарнасынан жарық көруіне мұрындық болған еді. Ал ағайындылар тобы Дарынның ең алғашқы әнін орындап клип түсірген болатын. Назарларыңыз лед экранда болсын. Қымбатты Дарын, атыңда Дарын деп қойылған, өзің де өте дарынды бауырымсың. Әндерің керемет, Алматыда үлкен концерттерде әндеріңді орындап, халық риза болып жатыр. Бәрі құтты болсын. Кішкентай көзайым жасқа толып жатыр екен. Атынан ат үркетін, халық жақсы көретін, халықтың атын шығаратын қыз болсын. Ал енді өздеріңнің отбасы болғандарыңа дағы мерейлі тойда құтты болсын. Барлық той өзіңде екен. Шаңырағыңнан той үзілмесін, жұлдызды әндерің көп болсын, семья бала шағаң аман болсын. Папа, мамаға сәлем айт. Жалпы жерлестеріме сәлем. Құрметпен әнші Майра Ілиясова. Армысыздар, ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, құрметті қауым. Бүгінгі кереметтей кешке жиналған ардақты көрермен, сіздерге үлкен жалынды сәлем жолдайым. Дарын бауырымыздың, аға бауырымыздың бүгінгі өтіп жатқан кеші құтты болсын дегім келеді. Дәке, тек жақсылық тілеймін, шығармашылығыңа табыс тілеймін, әндерің биік белестерді бағындырып, халықтың жүрегінен орын алсын дегім келеді. Жақсылықта, береке бірлікте, татулықта қауышуда Алла нәсіп етсін. Жақсы күндеріміз көп болсын. Ізгі тілекпен ағайындылар тобының әншісі Еркебұлан Ермекұлы. Қайырлы күн. Бүгін міне Дарын Шаяхметов бауырымыздың шығармашылық кеші. Саған бар жақсылық тілейміз. Өте қатты қуаныштымыз. Өнердің биік шыңынан көріне бер. Дәке, шығармашылық кешің құтты болсын өтіп жатқан. Әрқашанда биік белестерден көріне бер. Әндерің шарықтай берсін, шабытың талмасын, қанатың талмасын. Әрқашанда өнердің биік шыңынан көріне бер. Әндерің көбейе берсін. Ағайындар тобының атынан жалынды сәлем. Айналайын жәнна кешім, асқар тауым асылы, сағыныштан өзен көл боп тасыдым. Естесем де еркелетіп жүресің ғой сен мені, аман жүрші менің алтын ғасырым. Аман жүрші менің алтын ғасырым. Айналайын ай, жана кешім ай, самайыңнан ақшаш көрдім мен бүгін. Қайсар қырының таққан томарым, бір өзіңе арналады жыр әнім. Мәңгі сөнбей маздай берсін шырағым. Самайымнан сипап өткен ыстық алақаныңдай, сағындым ғой балғын бала шағымдай. Өтіп кетті-ау сол бір кездер, алыстағы армандай, көрінбейді-ау бұлдыраған сағымдай, көрінбейді-ау бұлдыраған сағымдай. Айналайын ай, жана кешім ай, самайыңнан ақшаш көрдім мен бүгін. Қайсар қыраның
мәңгі сөнбей маздай берсін шырағым. Самайыңнан ақшаш көрдім мен бүгін. Қайсар қырағым, таққан томарым, бір өзіңе арналады жыр әнім. Айналайын ай, жана кешімай, самайыңнан ақшаш көрдім мен бүгін. Қайсар қыраным, таққан томарым, бір өзіңе арналады жыр әнім. Мәңгі сөнбей маздай берсін шырағым. Жан әке. Тыңдайтын әндеріңіз «Анамның дұғасы» деп аталады. Сөзін жазған Баян Бағдатұлы, әні Дарын Шаяхметов. Орындайтындар Ермек Қарымсақов пен Гүлім Советова.
қорышым, анашым тілекшім. Лүпілдеп жүрекшім, балам деп жүретін, жанашыр қамқоршым, анашым тілекшім. Лүпілдеп жүрекшім, балам деп жүретін, жанашыр қамқоршым, анашым тілекшім. Жанашыр қамқоршым, анашым тілекші. Ермек Қарымсақов пен Гүлім Советова. Құрметті жерлестер, видео құттықтауларға назар аударыңыздар. Белгілі актерлар Сырым Қашқабаев пен Төлепберген Байсақаловтың құттықтауын тыңдайық. Дарын, Данагүл, отбасыларында болып жатқан жақсы жаңалықтарың құтты болсын. Дарынның мерейлі 35 жасы құтты болсын, ғұмырлы бол, ұрпағыңмен 1000 жаса, алға қойған бар армандарың орындалсын. Кішкентай көзайымның да жаңа жасы құтты болсын. Еліміздің елеулі, халқымыздың қалаулы азаматшасы болғаны үшін жүректен тілектеспін. Соған орай берейін деп жатқан шығармашылық кештерің көңілден шығатындай болып өтіп, келген көрерменнің көңілінен шығып, марқайып қалуларыңа үшін жүректен тілектеспін. Бар болыңдар, аман болыңдар. Өмірдегі бар жақсылықты сендердің жанұяларыңа тіледім. Құтты болсын тағы. Дорогие Дарын, Данагуль, Көзайым, хочу вас поздравить с юбилеем. Прежде всего пожелать вам здоровья, семейного благополучия, счастья и творческих успехов. С уважением, Төлепберген Байсақалов. Берегите себя. Сахнаға Дарын Шаяхметов пен Ерғазы Тұрсынды шақырайық. Қазіргі орындалатын ән «Бала күндер» деп аталады. Әні де, сөзі де Дарын Шаяхметовтікі. Көктемде бақытты шақ бала күндер басымыздан өткен бе, әкем ертіп апарған қыр бұл күндері шөккен бе. Бақытты шақ бала күндер басымыздан өткен бе, ай бала күндер, бала күндер. Қыршынындай даламның зырылдаумен өттау күндер, ұршығындай анамның ай бала күндер, бала күндер. Сағынышым боп қалған сол кездегі жақындарым көзден ғайып жоқ болған. Көз алдымда көрінеді балалығым бәрі зор. Біз ойнаған көлеңкелі сол қарағаш әлі тұр. Бұтақтары мұңаяды іздегендей біздерді. Біз жапырақ сол ағаштан
үзілгендей көздегі ай бала күндер қыршынындай даламның сарылдаумен өтті ау күндер ұршығындай анамның ай бала күндер сағынышым боп қалған сол кездегі жақындарым көзден ғайып жоқ болған. Бала күндер әні. Келесі тыңдайтын әндеріңіз «Көзайым» деп аталады. Сөзін жазған Баян Бағдатұлы. Орындайтындары Дарын Шаяхметов, Дана Аймұхамбетова және Ерғазы Тұрсын. «Көзайым» Дарын мен Дананың кішкентай қыздары. Жүз барыла қалай болар ертеңі қызым менің қызғалдақ өмірімнің өлшемі жүрегімнің ноталарындай тағдырымның тармағы ботақаным-ай өмірімнің жармені жүрегімнің ноталарындай тағдырымның тармағы ботақаным-ай өмірімнің бар мәні сен жанымда жүргенде көңілімді жылытам қызым сен күлгенде бар мұңымды ұмытам жүрегімнің ноталарындай тағдырымның тармағы ботақаным-ай өмірімнің бар мәні жүрегімнің ноталарындай тағдырымның тармағы ботақаным-ай өмірімнің бар мәні жүрегімнің ноталарындай тағдырымның тармағы ботақаным-ай өмірімнің бар мәні жүрегімнің ноталарындай тағдырымның тармағы ботақаным-ай өмірімнің бар мәні. Рахмет үлкен. «Көзайым» әнін тыңдадыңыздар.
Қазіргі орындалатын ән «Жастық шақ» деп аталады. Сөзі де әлі де Дарын Шаяхметовтікі, орындайтын ауданымыздың белгілі де беделді әншілері Дарын Шаяхметов, Дана Аймұхамбетова. Сонымен қатар сіздердің алдарыңызда Наз би ансамблі өнер көрсетеді. Жастық шақ жанған жалындай, өтесің сәтте ағындай. Боз бала менен бой жеткен, ойнап көр жастық шағында. Жастық шақ өмір шырағы, қалайша жанбай тұрады, мөлдіреп тұнып қайнайды. Жастық шақ өмір бұлағы, Жастығын өтіп менің барады, көктемгі гүлдей бүрін жарады. Жастық шақ мәңгі болмайды, бір күні қолым бұлғайды. Жастығын өтіп менің барады, көктемгі гүлдей бүрін жарады. Жастық шақ мәңгі болмайды, бір күні қолым бұлғайды. жастық шақ тәтті балдайсың, қуаныш маған арнайсың, мөлдіреп тұрған бұлақтай, құмартып ішсе қанбайсың. Жастық шақ жанған жалындай, өтесің сәтте ағындай. Құстары сайрап тынбайтын, жастық шақ жұмақ бағындай. Жастығын өтіп менің барады, көктемгі гүлдей бүрін жарады. Жастық шақ мәңгі болмайды, бір күні қолым бұлғайды. Жастығын өтіп менің барады, көктемгі гүлдей бүрін жарады. Жастық шақ мәңгі болмайды, бір күні қолым бұлғайды. Жастық шақ жанған жалындай, өтесің сәтте ағындай. Боз бала менен бой жеткен, ойнап күл жастық шағында. Жастық шақ өмір шырағы, қалайша жанбай тұрады, мөлдіреп тұнып қайнайды. Жастық шақ өмір бұлағы, Жастығын өтіп менің барады, көктемгі гүлдей бүрін жарады. Жастық шақ мәңгі болмайды, бір күні қолым бұлғайды. Жастығын өтіп менің барады, көктемгі гүлдей бүрін жарады. Жастық шақ мәңгі болмайды, бір күні қолым бұлғайды. Жастық шақ әнін тыңдадыңыздар, енді экранға назар аударыңыздар. Қазақстанға белгілі өнер жұлдызы Өмірқұл Айниязовтың құттықтауы. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті Дарын інімді бүгінгі творчестволық кешіменен құттықтаймын. 35 жасқа толып жатыр екен. Туған күнмен құттықтаймын. Кішкентай көзайымның 4-ке толып жатқан тойы барлығы құтты болсын. Деніңе саулық тілеймін. Жанұялық бақыт тілеймін. Алланың берері көп болсын, бала-шағаң аман болсын. Жұмысыңа табыс тілеймін. Аман болайық, сау болайық. Шын жүректен Өмірқұл Айниязов, аман болайық. Қоштасу вальсі сөзін жазған Ұлықбек Есдәулет, музыкасы Дарын Шаяхметов, орындайтындар Қанат Сатмұхамбетов, Жанат Андасова. Келін алған билейікші ақырғырем, той тарқарда несіне шақырды де,
кінәлама ұятты жиып қойып. Шақырған мен емеспін, бақыр жүрен. Білейін, кінәм көздер қадалса да, қан алса, жан алса да. Білейін, құшақтасып, елең қылма өзіңді, солардан адал сана. Сезімді манауен оятқанда, кел билейін уақытты аяп қалмай, басқа әлемге үйіріп алса кетсін. Бәлкім бұл дей мәңгілік аяқталмай. Білейін, кінәм көздер қадалса да, қан алса, жан алса да. Білейін, құшақтасып, елең қалма өзіңді, солардан адал сана. Білейін, адам деген өзгермес пе, биден кейін кетерміз көз көрмеске. Білейін, ұмытарсың көп ұзамай, көңілден көшеді көзден көшсе. Білейін, адам деген өзгермес пе, биден кейін кетерміз көз көрмеске. Білейін, ұмытарсың көп ұзамай, көңілден көшеді көзден көшсе. Білейік кел. Қазіргі тыңдайтындарың әндеріңіз Алаш Амангелдісі деп аталады. 2020-21 жылдары бүкіл әлемге келген пандемия кезінде көптеген қазақ халқы бір талай асылдарынан айырылды. Соның бірі де бірегейі жерлесіміз, атақты спорт комментаторы, журналист Амангелді Сейтқанов еді. Амангелді дей асыл ардақтымызға арналған Алаш Амангелдісі атты жаңа әннің тұсаукесері. Сөзін жазған Ерболат Күнболатұлы. Қазағымның байрағы атанған ол намысымның қайрағы. Сөйлеп кетсе жанарынан от шашып, елеңдейтін бүкіл ауыл аймағы. Қазақтың батпан бағы үшін қайраған ұлттың намысын, жеңісті күнді аңсаумен арманда кеткен арысым. Арналса елге ергіші, ертеңге келді сенгісі, байрағын биік ұстайтын
қазақты келді көргісі. Алаштың аман келдісі, қазақтың аман келдісі. Айқасқанда алыптардың білегі, ана тілде айтылатын тілегі. Алашұлы алға шықса тойлап, жарылардай қуанатын жүрегі. Қазақтың батпан бағы үшін қайраған ұлттың намысын, жеңіс түгінді аңсаумен арманда кеткен арысым. Арналса елге ер күші, ертеңге келді сенгісі. Байрағын биік ұстайтын қазақты келді көргісі. Алаштың аман келдісі, қазақтың аман келдісі. Айла таппай заманның, жыртылғанын кімнен көрем жағамның. Аман келді ортақ еді алашқа, әрбір қазақ жалғыз еді аманның. Қазақтың батпан бағы үшін қайраған ұлттың намысын, жеңіс түгінді аңсаумен арманда кеткен арысым. Арналса елге ер күші, ертеңге келді сенгісі. Байрағын биік ұстайтын қазақты келді көргісі. Алаштың аман келдісі, қазақтың аман келдісі. Алаштың аман келдісі сөзін жазған Ерболат Күнболатұлында да қошемет көрсетіп қойыңыздар. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз толғалар қайтып барады деп аталады. Сөзін жазған Қуат Ежембек. Бұл ән осы пандемия кезінде өмірден өткен қазақтың талай асылдарына арналды. Жылайды жұлдыз жаралай, кеудеге біткен шарадай. Өлместің күнін кештім мен, өткенге бір сәт қарамай. Шындандық жылап күлдік те, қайғысыз қамсыз жүрдік те. Қайтарған құсын тұманбай, қайтарын өзі білдік бе. Ән жырға бөлеп көкбелді, әуенге қосып көктемді. Құс емес бүгін төбемнен, толғалар ұшып өткенді. Құс ғұмыр қимай қарады, апырай жаны жаралы. Қарауға көкке қорқамын, толғалар қайтып барады. Қарауға көкке қорқамын, толғалар қайтып барады. Әлі де нұрлы болар ең, болар ең тағы толар ең. Қайтарған құсын нұр құйса, қайтып кетіп тау солармен.
қарлығаш болып келді де өмірден өтті жұбанып. Ән жырға бөлеп көк белді, әуенге қосып көктемді. Қос емес бүгін төбемнен тұлғалар ұшып өткенді. Қос ғұмыр қимай қарады, апырай жаны жаралы. Қарауға көкке қорқамын, тұлғалар қайтып барады. Қарауға көкке қорқамын, тұлғалар қайтып барады. Денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің, бостандықтың қадірін жабылғанда білерсің. Жақсылардың қадірін айырылғанда білерсің. Есеніңде тірде бір болыңыз бәріңіз. Алладан үміт үзбеңіз, айтқаныма наныңыз. Өтеуі болар сайдың да, көңілім кідір күйтіңда. Ұйықтатып арман аққуын, мұқаңда кеткен ұйқыға. Ал жүрек жырла төк мұңды, аңсадым білем тек тұлды. Саршылдасыншы сығайын, шын өмірге бет бұрды. Ән жырға бөлеп көк белді, әуенге қосып көктемді. Қос емес бүгін төбемнен тұлғалар ұшып өткенді. Қос ғұмыр қимай қарады, апырай жаны жаралы. Қарауға көкке қорқамын, тұлғалар қайтып барады. Қарауға көкке қорқамын, тұлғалар қайтып барады. Тұлғалар қайтып барады. Қадірменді көрермен қауым, назарларыңызды лед экранға аударуларыңызды сұраймыз. Алатау серісі тобынан Әсет Есжан мен Мұзарт тобынан Ерлан Құлақметовтың құттықтаулары. Ассалаумағалейкум, аса құрметті дарын бауырым. Бүгінгі келіп жеткен төл мереке туған күнің құтты болсын. Осы туған күніңде халқыңа есеп беріп өткізейін деп жатқан концертіңде Алла тағала саған күш қуат берсін, абырой берсін. Және де кішкентай ғана бүлдіршінің, қызыңның, қызғалдағыңның 4 жасар туған күні тағы да құтты болсын. Алла отбасыңа береке берсін, шығармашылық табыстар тілеймін. Құттықтаушы мен Алатау дәстүрлі өнер театрының актері, әншісі Әсет Есжан. Ассалаумағалейкум жаным болым. Келіп жеткен туған күн және де көзайымның туған күні құтты болсын. Осы бір жағдайда өзінің ән кешінде беріп отыр екенсің. Сахнаң жеңіл болсын. Сені Алатау серілері шын жүректен құттықтаймыз! Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, бауырлар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Қазақта ескірмеген жақсы сөз бар. Екі ниең абат болсын, қос тойың қабат болсын дейді. Сол сияқты мінекей дарын бауырымыздың отбасында үлкен бір той болғалы жатыр екен. Әуелі өзінің 35 жылдығы, кішкентай өсіп жатқан бүлдіршіннің 4 жасы, және шығармашылық кеші. Осының бәріне тек сәттілік тілейміз. Шығармашылықта қанатын талмасын, өсіп жатқан бүлдіршініміздің болашағы жарқын болсын, артынан ұл қыздар еріп келе берсін. Елдің іргесі аман болсын, елдің ішінде тек тыныштық болсын, тыныштық аман болсын. Тек қана жақсылық тілейміз, тойың құтты болсын. 2020 жылы Дарын Шаяхметов Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Хакім Абай әнін шығарып, өз күшімізбен бейнебаян түсірген едік. Хакім Абай әнін Сонар ансамблінің әншілері Елназ Хамитова, Ақбота Есхатқызы, Ержас Төлеухан, Тұнық Сарсенбектің орындауында
Айдын Қадылұлының орындауында қабыл алыңыздар. Сөзін жазған Ерболат Күнболатұлы. Хәкім Абай мақтанышы халықтың, ес білгелі есіміңе қанықпын. Абыройы аласарма сөзіңдей, адамзаттан ақыл асқан алыптың. Кекті туған бабалардың, дуалауыз даналардың, топтан озған даралардың, парасатын сізден көрем ұлағай. Уақыт атты көш келсін деп, бірін-бірі дос көрсін деп, есті сөзін ескерсін деп, Тәңір бізге сізді берген ұлағай. Ақын Абай ақыл ойы алаштың, жырларыңмен жақсылыққа жол аштың. Терендікте теңіздермен теңесіп, биіктікте көк аспанмен таластың. Кекті туған бабалардың, дуалауыз даналардың, топтан озған даралардың, парасатын сізден көрем ұлағай. Уақыт атты көш келсін деп, бірін-бірі дос көрсін деп, есті сөзін ескерсін деп, Тәңір бізге сізді берген ұлағай. Абай дара туған данышпан, кемеңгерсің мұңмен жалғыз алысқан. Асқар таудай ұлы дала төсінде, айқынырақ көрінесің алыстан. Кекті туған бабалардың, дуалауыз даналардың, топтан озған даралардың, парасатын сізден көрем ұлағай. Уақыт атты көш келсін деп, бірін-бірі дос көрсін деп, есті сөзін ескерсін деп, Тәңір бізге сізді берген ұлағай. Уақыт атты көш келсін деп, бірін-бірі дос көрсін деп, есті сөзін ескерсін деп, Тәңір бізге сізді берген ұлағай. Тәңір бізге сізді берген ұлағай. Екі 2017 жылы Үржар ауданында өткізілген Әсет Найманбайұлының 150 жылдық мерейтойына арнайы жазылған Әсет баба әні көпшілік көңілінен шыққан еді. Осы әнді орындайтын Толқын Әлеш, әннің сөзін жазған Серікбек Туғанов. Ақ
қиық ақын әсет арындаған, сағынар соңқар ұлың сағымдалың, әсеттің аққу әні шалқып көкте, ала көл айдынында мамырлаған. Әсеттің аққу әні шалқып көкте, ала көл айдынында мамырлаған. Беу, әсет ән әлемінде заңғар жандай, қанатын бірақ өлең жайған қандай, қызметін жумар жан нағыл жырын, сиқырлы сұлулыққа айналғандай, қызметін жумар жан нағыл жырын, сиқырлы сұлулыққа айналғандай. Күл әлем ару әнге балбырады, әр тасы бартық белдің жаңғарады, мәңгілік жүректерде тілектерде, алаштың арындаған арғымағы. Мәңгілік жүректерде тілектерде, алаштың арындаған арғымағы. Беу, әсет ән әлемінде заңғар жандай, қанатын бірақ өлең жайған қандай, қызметін жумар жан нағыл жырын, сиқырлы сұлулыққа айналғандай, қызметін жумар жан нағыл жырын, сиқырлы сұлулыққа айналғандай. Беу, әсет ән әлемінде заңғар жандай, қанатын бірақ өлең жайған қандай, қызметін жумар жан нағыл жырын, сиқырлы сұлулыққа айналғандай, қызметін жумар жан нағыл жырын, сиқырлы сұлулыққа айналғандай. Толқын Әлеш Әсет баба әнін орындады. Тағы да лет экранға назар аударуларыңызды сұраймыз. Белгілі әнші Әзімбек Байле мен актер Мержан Алдыбаевтың дарынға деген ізгі тілектері. Ассалаумағалейкум, аса қадірменді өнерсүйер қауым. Бүгінгі айтулы күн, себебі өздеріңіздің ұлдарыңыз, жерлестеріңіз, біздің талантты бауырымыз Дарынның шығармашылық кеші болып жатыр. Енді Дарынның бізге жазып берген тілі шындығы деген әні бар, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Алла қаласа Дарын бауырым халыққа бергеннен берерің көп болсын, творчестволық табыстар, шығармашылық биіктік тілеймін. Өзіммен тағы да Алла қаласа бір жақсы елге, халыққа пайдалы туындылар жасаймыз деген үміттеміз. Ізгі тілекпенен өнердегі бауырларыңыз Әзімбек Байле. Құрметті Дарын бауырым, кешің құтты болсын. Тыңдайтын есті құлақ көп болсын, есті әндерің көп болсын. Творчестволық табыс тілеймін. Ісіңе Алла береке берсін.
Кешің құтты болсын. Шын жүректен Мейіржан Алтыбай. 2021 жылы Дарын Шаяхметов тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған тәуелсіздік құрдастары, тәуелсіздікке тартуым, тіл шындығы атты 3 әнді өмірге әкеліп, әндері аудандық ән бәйгесінің жеңімпаздары болды. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз тәуелсіздік құрдастары деп аталады. Сөзін жазған Серікбек Туғанов, орындайтын Ақберлі тобы. Туған күн ғасырларда ол күн, азаттықпен айшықталған тұғырың. Тәуелсіздік құрдасымың киелі, азат ойлы алашымның ұлымы. Еркіндікті сүйетін ұлт ғалымда, менің халқым өшпесерлік бар онда. Кенесары кездігінің жүзіндей, текті сарын жарқылдайды ол санамда. Ол еліме көзім тікселді кім, жан садаға қорғанша дәрменім. Арыстандай айбатымда бар менің, жолбарыстай қайратымда бар менің. Ол еліме көзін тіксе әлде кім, жан садаға қорғанша дәрменім. Арыстандай айбатымда бар менің, жолбарыстай қайратымда бар менің. Жүрек бодандықтың дәмін татып көрмеген. Асқақ рухым төл тарихым жаңғыры, егеменді әркез атсын таң гүлі. Тәуелсіздік құрдасымың қастерлі, Қазақстан елім менің мәңгілі. Ол еліме көзін тіксе әлде кім, жан садаға қорғанша дәрменім. Арыстандай айбатымда бар менің, жолбарыстай қайратымда бар менің. Ол еліме көзін тіксе әлде кім, жан садаға қорғанша дәрменім. Арыстандай айбатымда бар менің, жолбарыстай қайратымда бар менің. Арыстандай айбатымда бар менің, жолбарыстай қайратымда бар менің. Ол еліме көзін тіксе әлде кім, жан садаға қорғанша дәрменім. Арыстандай айбатымда бар менің, жолбарыстай қайратымда бар менің. Келесі тыңдайтын әндеріңіз тәуелсіздікке тартуым деп аталады. Сөзін жазған Баян Бағдатұлы, орындайтындар Дарын Шаяхметов, Дана Аймұхамбетова, Баян Бағдатұлы, Еркін Қалиев. Қабыл алыңыздар.
боздағын тербедің көңілді қозғадың одан ел болсаң да тозбадың көреген тарихты тағы да қозғадым бірақ та әдептен озбадым ағайым бостандық өз бағын озғаның егемен елім жанды үн қатсын дала қанды туғатсын бала бейбіт тәуелсіздігін мәңгі қымбатсың бала болсақ та бұл күні азатпыз болмаймыз ешкімге мазақпыз ғажаппыз себебі тәуелсіз қазақпыз тұрандаламай айтайын сөзімді жаңадан саралап тектілік берілген анадан ғаламат бейбіт күн біздерге бабадан аманаттарым бабанмай жанды үн қатсын дала қанды туғатсын бала Асқар Бейсенғазыұлының сөзіне жазылған Қазақстан елім әні. Алдарыңызда Дарын Шаяхметов, Дана Аймұхамбетова. Тарихы бар терең, сен деп көңіл елең. Жазған бас батыры, сөз тапқан ақыны, қазақ деген елең. Теңіздейін терең, әрбір сөзі өлең. Туысқа туыспыз, дұшпанды қылыштай кесіп түскен елең. Қазақстан елім, қанатын кең жайған, бұл мәңгілік елім.
бауырлары шапқан, өмірлік бақ тапқан. Таусылмас кендерім, сарқылмас көлдерім, етеміз біз мақтан. Қазақстан елім, қанатын кең жайған, бұл мәңгілік елім, ниетке ұстар айған. Қазақстан жерім, сарыарқадай дархан, бұл мәңгілік елім, бәрі сенің арқан, бәрі сенің арқан. Бәрі сенің арқан. Бәрі сенің арқан. Үлкен рахмет. Дарын Шаяхметовтың шығармашылық кеші құтты болсын ағайын.